Атыраулық өнертапқыш балама қуат көзін ойлап тапты. Талапты азамат жел мен күнді пайдалану арқылы жұмыс істейтін алғашқы қондырғысын құрастырған. Өнертапқыш енді осы шағын қондырғыны кеңейтіп, өндірістік мақсатқа пайдаға асырсам дейді. Баламалы қуат көзін құрастыру туралы жоба Мұратты көп жылдан бері қызықтырып келген. Себебі өнеркәсібі өрлеп келе жатқан мұнайлы өңірде электр қуатына деген сұраныс өте жоғары. Осыны ескерген өнертапқыш жігіттің алғаш қолға алғаны мына жел қуаты мен күн сәулесін қабат тұтынатын гибрид қондырғы. Қондырғы сағатына 1 киловатт қуатты еркін өндіріп тұр. Өз қолынан шыққан туындысын автор мақтанышпен таныстырды. Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесіне қатысуды да мақсат етіп отыр. Аккумуляторға жиналған 48 вольттық тұрақты кернеу көзін, мына жерде инверторымыз бар. Сол инвертордан 220 айнымалы кернеу көзіне айналдырады. 50 жиілігі 50 Гц. Соның результаты мына жерде көріп тұрсыз, шамп жанып тұр.